Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода Pinduoduo сайтының сіз білмейтін 5 фишкасымен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Кеттік. Товарымыз складқа жетті ма деп әрбір товарға 1045 рет кіріп тексере бермей, оның бәрін бір жерден көрсек болады. Ол үшін мына жердегі служба поддержкаға басып, наушниктің суреті тұр ғой, соған бассаңыздар, сіздерде осындай шығады. Неке. Осы жерде грузовиктің суреттін басып, неке мына жерде жоғарыда тұр ғой, соны бассаңыздар, сізде заказ берген товарларыңыздың барлығы шығады. Мына жерде бірінші тұрған барлық товарларыңыздың списогі, астында тұрған бұл складқа жеткен товарлар. Мына тұрғандар ол складқа жеткен товарлар, ал мына жоғарыда бірінші болып тұрған товар ол жолда жіберілген товарлар. Мына жерде жоғарыда тұрған вкладкалы бірінші жолда кетіп бара жатқан товарлар, жіберілген товарлар, сізді алу үшін күтілуде тұрған товарлар и қол қойып, яғни складқа жеткен товарлар, складтағылар алып қол қойылған товарлар ең соңғысында тұрады. Осылай барлық товарымызға бір жерден бақылау жасасақ болады. Екінші фишка, егер продавец сізге не то товар салып жүрген болса, или товардың сапасы сіздің көңіліңізден шықпаса, продавецке шағым түсірсеңіз болады. Немесе продавец бір штук емес, екі штук емес, бір штук товар салып жүрген кейде. Сондай бір қателескен жағдай болса, сіз продавецке жазып шағым түсірсеңіз болады. Ол үшін өзіміз заказ берген товарларға кіріп, жасылдың суретін басамыз. Осы жерде мына тұрған плюсикті басып, леп белгісін белгілейміз. Бұл жерде бірінші болып тұрған сізге продавец егер сөз айтқан болса, екіншісі сапасыз товар, үшінші жалған жеткізу, кейбіреулер бос пакет салып жібереді. Одан кейін астында тұрған ол возврат ақша жағынан, одан кейін басқа тағы товар сәйкес келмейтін, яғни суретте басқа, қолға алған товарыңыз мүлдем басқа болса, осы жерде шағым түсірсеңіз болады. Мысалы, мына жерде екінші тұрғанда бассаңыздар, сіздерде осындай шығады. Осы жерде товарды таңдап, фотосын түсіріп, продавецке жазып жібересіз. Үшінші фишка, үлкен размерлерге қалай заказ береміз, сол туралы айтайын. Мына жерде поисковикке, мысалы, мен мужские рубашки деп жазайын, мына жерде. Сосын қасына, мужские рубашкиның қасына МММ деген әріптерді қосамыз. Сонда бізде үлкен размері бар магазиндерді шығарып береді. Мінекей осылай. Мінекей мына жерде астында қызыл сатып алу кнопкасын бассақ, астына қарай түссек, мінекей мына жерде 90 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Тағы басқа товарлардан жерде көретін болсақ, мінекей артқа қарай шығып, мысалы, мына товарды көрейік. Мына жерде де, мысалы, например, сатып алуды басып астына түссек, бұл жерде де сондай үлкен размері, мысалы 5XL-ге дейін жерде көрдіңіздер ме? Қасында тұрған бұл салмақ, бой емес, салмақ. Осы жерде 5XL-дің қасындағы 175-190 дегенді шатастырып, көбісі бой деп ойлайды. Бұл ешқандай да бой емес, салмақ. Яғни бұл жерде 5XL 87 мен 95 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Мінекей осы жерде басқа магазиндерге де кірсек, мінекей қызылды басып, астына қарай түссек, мына жерде мінекей 100 килограммға дейінгі адамдарға арналған размерлер бар. Осылай үлкен размерлерді кез келген, мысалы, әйелдердің киімі болсын, еркектердің киімі болсын, осылай іздеп тауып алсақ болады үлкен размерлерді. Төртінші фишка, бұл сіздер товар іздеген кезде үнемі положительный отзывтарды қарап жүрдіңіздер. Енді положительный емес, отрицательный отзывтарды қалай көріп, сол туралы айта кетейін. Мысалы, мына жерде мына көйлекке кірейін. Осы жерде астына қарай түссеңіздер, мынау все отзывыды басасыздар. Все отзывыды басқаннан кейін мына тұрғанды бассаңыздар, мына серый болып тұрған, алты серый болып тұр ғой. Осы бізде отрицательный отзывтар. Осы жерде перевод жасап, отрицательный отзывтарды қарап алсаңыздар болады. Бесінші фишка, ол новинка товарларды қалай көрсек болады, сол туралы айтайын. Мысалы, біз кез келген товарларды көрген кезде бір магазин шығады, осы магазинге кіріп, мына жерде мына тұрғанды басып, мына жерде плюсикті басамыз. Осы плюсикті басқаннан кейін сіз осы магазинге подписаться етесіз. Осы магазинге подписаться еткен магазинімізді біз профильдің суретін басып, плюсикті басамыз. Сол кезде сіздің подписаться еткен
магазиндеріңіз шығады. Мен оның алдында сумка магазиніне подписаться еткем. Осы жерде новинка товарлар шығып тұрады. Міне астында тәпішкелердікі, мінекей аяқ киімдікі астында тағы тұр. Апрельдің 17-сінде шыққан новинка товарлар. Осылай новинка товарларды қарап шықсақ болады. Жерде мінекей наушниктер тоже 4-ші айдың 14-інде шыққан новинкалар. Осылай жаңадан шыққан товарларды бірінші көрсек болады. Осы видеоны соңына дейін көргендерге бонус ретінде тағы да бір лайфхак, ол скриншотты қалай дұрыс пайдалану керек, сол туралы айта кетейін. Мысалы, біз кез келген товарға кіреміз. Көбінде осы Pinduoduo сайтында перевод жасау үшін скриншот жасаймыз. Мысалы, мен мына товарға кірейін. Осының астыңғы жағында осыларны скриншот жасап перевод жасайын. Мінекей, мына жерде мынаны скриншоттайын. Осы жерде скриншот жасап, мінекей скриншот жасағаннан кейін отправить деген тұрады. Осы жерде удалить после отправкиге галочка қойып қоямыз да, Яндексті таңдаймыз, яғни переводчикті. Соған отправить етеміз. Осы жерде перевод жасағаннан кейін автоматты түрде удалить ететін болады. Яғни бұл скриншот сіздің галереяңызға сақталмайды. Осылай скриншотты пайдалансаңыздар өте тиімді. Сіздің скриншот жасап болғаннан кейін галереяңыз тазалап отырмайсыз. Мен көбінде осыны пайдаланамын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.